Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Елдос Сметов, Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, әлем чемпионы. Ал оқушылар, дайын болсаңыздар, біз жаттығуымызды бастайық. Жаттығу ең алдымен дене қыздырудан басталады. Біз ең алғашқы жаттығуымыз адымдап, бір орында қадам басу. Сіздер көріп алыңыздар. Бұлай 1 минут осы адымдап басу керек. Кейін жайлап жылдамдықты арттыра береміз. Сіздер өздеріңізге алдыларыңызға секундомер қойып қойсаңыздар, болмаса іштеріңізден санап тұрсаңыздар болады. 1 минут осылай жүріп болғаннан кейін жылдамдықты арттырып, 2 минутта осылай жылдамдықта тұрамыз. Біз бірінші жаттығуымыздан кейін енді тынысымызды қалпына келтіру үшін қолымызды көтеріп, терең дем алып, жерге қарай босатамыз. Тұрып, тура осылай 4-5 рет қайталауымыз қажет. Терең дем аламыз, төмен қарай босатамыз. Келесі жаттығуға көшпес бұрын біздің дзюдода кілемді татами деп айтады. Татамидің үстіне шыққанда ақ кимоно және көк кимоно болып бөлінеді. Және де мен сіздердің араларыңызда осы дзюдо күресінен үлкен жетістікке жететін, Олимпиада ойындарынан чемпион болатын, әлем чемпионы болатын, жетістікке қол жеткізетін оқушылар бар екеніне мен сенемін. Сондықтан да келесі жаттығуымызға көшейік. Ал құрметті оқушылар, келесі жаттығуымыз 2 қолды жоғары қарай көтеріп, аяқтың ұшында тұрып, бір орында адымдап басамыз, тепе-теңдікті сақтаймыз. Бұл біздің дзюдо күресінде тепе-теңдікті сақтауға және бұлшық еттерді созуға үлкен көмегін тигізеді. Көрдіңіздер ғой, саусақтың аяқтың ұшында адымдап басып тұрамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Тура осылай қайталасаңыздар болады. Құрметті оқушылар, келесі жаттығуымыздың бастамас бұрын дзюдо деген сөздің мағынасы жеңіске апаратын жол, икемді жол деп айтылады. Сол үшін бізге гимнастикамен айналысу, бұлшық еттерді созылуы үлкен көмегін тигізеді. Сондықтан да келесі жаттығуымыз орында тұрып, бір қадам алдыға басып, алдыға қарай еңкейеміз, қолымызды жерге тигіземіз. Сонда арқадағы бұлшық еттеріміз созылады. 1, 2, 3. Екінші аяқты алып келеміз. Екінші аяқпен тағы да алдыға қадам басамыз. Екінші аяққа созыламыз. 1, 2, 3. Мінекей, тура осылай бірнеше рет қайталасаңыздар болады. Енді оқушылар, келесі жаттығуымызға көшейік. Келесі жаттығуымыз 2 тізені жоғары көтеріп, қолымызды алдыға қоямыз. Осы қолымызға 2 тізе тию міндетті. Сондықтан да мұқият қараңыздар, бірге жасап отырыңыздар. 2 қолымызды алдыға көтереміз. Мынау тізе көтеріліп, осы қолға тию керек. Бұл басында баяу жасалады. Одан кейін жайлап жылдамдықты арттыра береміз. Көріп отырсыздар ғой, міне осылай секіріп жасаймыз және бұның жылдамдығын көбейте береміз. Мінекей, құрметті оқушылар, тура осылай қайталап, өздеріңіздің қан айналымдарыңызды жылдамдатып, жаттығу барысына дайын болатын қалпыңызға келесіздер. Келесі жаттығуымыз 2 қолымызды артқа қоямыз және өкшемізбен алақанымызға тигізуге міндетті. Бұлда да тура жаңағы жаттығуымыз сияқты басында баяу басталады, аяқ жағында жылдамдықты қосып отырамыз. Ал құрметті оқушылар, мұқият қарап, бірге жасап, жаттығуымызды жалғастырайық. Алақанға міндетті түрде өкше тию керек. Көрдіңіздер ғой. Тура осылай жылдамдықты арттыра береміз.
Мінекей, бұл жаттығулардан кейін міндетті түрде тыныс алып, қолымызды жоғары қарай көтеріп, тынысымызды кеңейтіп, өз қалпымызға келуге денемізді мүмкіндік беру керекпіз. Осылай 3-4 рет жасау керек. Міндетті түрде қолды көтерген кезде тынысымызды терең аламыз, терең дем аламыз. Ал құрметті оқушылар, бұл спорт түрімен тек қана спортшылар ғана айналысады деген ұғым жоқ. Бұл спорт түрімен кез келген адам, әншілер де, сазгерлер де, ақындар да, барлығы оқымыстылар да бұл іспен айналысады. Спорт деген ол денсаулыққа пайдалы. Сіздер қазіргі бүкіл әлемде жүріп жатқан індетке байланысты үйде отырып, компьютердің алдында онлайн арқылы сабақтарыңызды оқып жатырсыздар. Сондықтан да сіздер көп компьютердің алдында отырған кезде мойындарыңыз ауырады және көздеріңіз ауырады. Сондықтан да кішкене өздеріңізге бір уақыт спортқа бөлетін уақыттарыңызды алып қойсаңыздар, сол кездегі жасалынатын, мойындарыңыз ауырып кеткенде жасалынатын келесі жаттығуымызды бірге жасайық. Екі қолымызды белге қоямыз және басымызды айландырамыз. Бірінші оң жаққа қарай айландырамыз. Мұқият қараңыздар, тереңірек айландыру керек, өйткені мойын бұлшық еттері толығынан созылу қажет. Алдыға түсіреміз басымызды және бұлай қарай айландырамыз. 1, 2, тура осылай екінші жағына да. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей, құрметті оқушылар, сіздердің мойындарыңыз талған кезде, сабақ оқып жатқан кезде, зеріккен сәттеріңізде осы жаттығуды жасап қойсаңыздар болады. Және екі қолымызды иыққа қоямыз, келесі жаттығуымызға көшейік. Екі қолымызды иыққа қоямыз және бұны алдыға қарай терең айландырамыз. 1, 2, тура осылай артқа қарай айландырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей, құрметті оқушылар, тура осылай қайталасаңыздар болады. Ал келесі жаттығуымыз, ол екі қолымызды алдыға созамыз және оң аяғымызбен сол қолымыздың алақанына тигізу керекпіз. Екінші сол аяғымызбен оң қолымыздың алақанына тигізу керекпіз. Мұқият қараңыздар. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей, құрметті оқушылар, тура осылай жалғастыра берсеңіздер болады. Құрметті оқушылар, келесі жаттығуымыз екі қолымызды төбеге көтереміз және аяқтың ұшында тұрамыз. Аяқтың ұшында тұрып, қайтадан түсіп, қайтадан көтеріліп, қайтадан түсіп, бойымызды созамыз. Бойымыздағы бұлшық еттің бәрі біздің жаттығуымызға дайын болу қажет. Сол үшін барлық бұлшық еттерімізге толық көңіл аудару керекпіз. Мінекей, аяқтың ұшында тұрып, түсеміз, тұрамыз, түсеміз. Енді тура осыны тепе-теңдік сақтап, бір аяқпен жасаймыз. Бір аяғымызды көтереміз, бір аяқтың ұшында тұрамыз. Қайтадан түсеміз, көтерілеміз, қайтадан түсеміз, көтерілеміз, қайтып түсеміз. Енді екінші аяғымыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей, құрметті оқушылар, ендігі келесі жаттығуымыз, екі қолымызды белге қоямыз және бір аяғымызда біз жаңа аяғымызды жаттығу жасап, бұл келесі жаттығуымызға қалпына келтірдік, жасауға дайынбыз. Сондықтан да бір аяққа тұрамыз және бір аяғымызда секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші аяғымызды ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Жасап болсаңыздар, қолдарымызды сілкіп, аяқтарымызды сілкіп, өзінің қалпына келтіруге мүмкіндік беріп тұрыңыздар. Және терең дем алып, тынысымызды қалпына келтіруді ұмытпаңыздар. Ал, құрметті оқушылар, осымен біздің жаттығуымыз тамам. Сіздерге осы жаттығуларды күнделікті үй жағдайында қайталап тұруларыңызға шақырамын, және өз денсаулықтарыңызға қараңыздар. Қазіргі бүкіл әлемде болып жатқан індетке байланысты бәріміз үйде отырып, осы жаттығулармен айналыссақ болады. Мен сіздерге сенем, біздің еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сіздер көріп отқан оқушылардың арасында біздің елімізді таңғалдыратын, тек қана спорттан ғана емес, әртүрлі саладан мықты мамандар шығатынына мен сенемін. Және де дзюдо күресінің олимпиада әлем чемпионы шығуына мен әрқашанда тілектеспін. Аман болыңыздар, тек жақсы күндерде жолыққанша.